Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге органикалық химия пәнінің курсын оқуды бастаймыз. Ең алдымен біз курс барысында қолданылатын анықтамалар мен түсініктер жайлы біліп алайық. Органикалық химиядағы белсенді бөлшектерден бастайық. Жалпы органикалық қосылыстарда 3 негізгі белсенді бөлшектер бар. Бос радикалдардан бастайтын болсақ. Ол не? Бос радикалдар бұл электрлік бейтарап, яғни бір жұптаспаған электронды валенттілік деңгейінде тасымалдайтын зарядталмаған бөлшек. Сонымен қатар бұл электрон көбінесе коваленттік байланыстың гомолитикалық, яғни эквивалентті, симметриялы ыдырау нәтижесінде түзіледі. Мысалы, егер де бізде А және Б түріндегі молекула бар болса, онда міндетті түрде химиялық байланыс кезінде ол екі электрон белгілі бір жағдайларда А бөлшек және де Б бөлшек өзімен бір электроннан алып кете алады. Яғни біз екі бос радикалдың құрылымын аламыз. Жалпы бос радикалдар бұл химиялық белсенді бөлшектер. Яғни олар өздерінің жолына кездескендермен өте жылдам әрекет етеді. Бос радикалдардың өмір сүру ұзақтығы әдетте өте қысқа. Ол секунд бөлшектері тіпті милли және микросекунд уақытында өмір сүреді. Бірақ кейбір жағдайларда бос радикалдарды тұрақтандыруға болады. Келесі белсенді бөлшек бұл карбокатиондар және карбоаниондар. Атауы бойынша карбо, яғни көміртек атомның қатысуы, ал катион мен анион бұл ұғым сіздерге бұрыннан белгілі, яғни оң немесе теріс зарядталған бөлшек. Яғни бұл жағдайда бізде көміртек атомы оң немесе теріс заряд алып жүреді. Карбокатиондар және карбоаниондар гетеролитикалық, яғни екі бөлшек арасындағы асимметриялық бөліну нәтижесінде қалыптасады. Яғни А, Б күйіндегі молекула Б бөлшек өзімен бұрынғы химиялық байланыстан екі молекула алып кететіндей бөлінсе, онда осы Б молекуласында анион қалыптасады. Егер бұл осы электрон жұбын тасымалдайтын көміртек атомы болса, онда біз карбоанион туралы айтып отырмыз. Сәйкесінше А бөлшегі электронсыз қалады, сондықтан формальды түрде оң зарядталған бөлшек түзеді. Біз карбокатион аламыз. Катиондар және аниондарда реактивке белсенді, сондықтан да олар бірден әртүрлі химиялық өзгерістерге түсіп отырады. Аралық бөлшектердің көпшілігі радикалдар секілді, катиондар да, аниондар да бұл аралық бөлшектер, бірақ олардың рөлі өте маңызды болып келеді. Негізінде бір молекуланың басқасына айналуын қамтамасыз ететін, яғни реактивке белсенді өнімдерге айналдырады. Сонымен қатар органикалық химияда шабуыл жасайтын бөлшектер деген ұғым қолдануға болады. Бұл дегеніміз не? Шабуыл жасайтын бөлшектер бұл химиялық реакцияны бастайтын бөлшектер, және де бұл радикалдар да, нуклеофилдер де, электрофилдер де бола алады. Жалпы алатын болсақ, бөлшектегі зарядқа байланысты біз әртүрлі шабуылдаушы бөлшек ала аламыз. Егер де ол минус болса, яғни теріс зарядталған болса, немесе бөлінбеген электронды жұп таситын болса, біз нуклеофил жайында айтып жатырмыз. Яғни сөзбен сөз айтатын болсақ, бұл сүйетін ядро. Егер де бізде электронды тығыздық жетіспесе, яғни катионмен айналысатын болсақ, онда біз электрофилмен айтатын боламыз. Яғни электрондарды сүйетін, яғни өзіне қосымша электрон тағы алғысы келетін бөлшектер. Ал радикалдардың арнайы атауы жоқ. Бірақ әрине ол да шабуылдаушы бөлшек бола алады. Сонымен нуклеофил бұл сыртқы электронды деңгейінде электронды жұбы бар бөлшек. Сондықтан нуклеофил жаңа коваленттік байланыс құра алады. Физикалық және биорганикалық химияны еске түсірсек, құрылу механизмі, яғни донор-акцепторлық болғандықтан, сондықтан нуклеофилді донор деп санауға болады. Керісінше электрофил бұл сыртқы деңгейде еркін орбиталы бар бөлшек, яғни қайтадан донорлық акцепторлық химиялық байланыс терминдерін айтар болсақ, электрофилді бөлшек бұл акцептор. Және нуклеофилмен әрекеттескенде жаңа коваленттік байланыс пайда болады. Шабуыл жасаушы бөлшек бойынша бөлшектің типтері болады, яғни көбіне органикалық реакцияның механизмдерін атауға болады. Бұл дегеніміз не? Реакция механизмі бұл қарапайым кезеңдердің реттілігі, яғни екі бөлшектен өзара келген әрекеттесу және де бұл реттілік реагенттердің өнімдерге айналдыруын түсіндіреді. Органикалық реакциялардың механизмдерін білу және механизмдерін түсіну бұл жалпы алғанда органикалық химияның негізі болып табылады.
Яғни сіздерге органикалық қосылыстардың барлық реакцияларын, әсіресе олардың түрлендіруін жаттаудың керегі жоқ. Өйткені олар миллиондаған түрлері белгілі, және олардың барлығын жаттау әрине мүмкін емес. Механизмдер саны шектеулі. Сәйкесінше бір заттың түрлендіру принциптерін білетін болсақ, онда біз органикалық химияны толықтай білеміз деп айтуымызға болады. Ары қарай жалғастырсақ, молекуладағы барлық атомдар әрине бір-бірімен байланыста, және олар бір-біріне әсер етеді. Негізінен бұл әсер химиялық байланыстар арқылы беріледі. Яғни олар, қайталап айтатын болсақ, органикалық молекулаларда көбіне ковалентті болады. Сонымен байланыс арқылы бұл әсерлерді электронды әсерлер деп айта аламыз. Электронды әсер дегеніміз алмастырғыштардың әсерінен молекула ішіндегі электронды тығыздықтың жылжуы. Сонымен қатар, егер бізде ковалентті байланыс полярлы болса, яғни бөлшектер арасында әртүрлі электр өткізгіштік болса, онда электронды тығыздықтың бір немесе басқа бағытта кішкене жылжуы іске асырылады. Яғни біз электронның толықтай жылжуы жайлы айта аламыз. Бөлшектің жылжуын дельта әрпімен белгілеу қабылданған. Ал одан да көп электронегативті атом дельта зарядты тасымалдайды. Яғни шамадан тыс электрондық тығыздықты, яғни байланысқан көбірек электропозитивті атом белгілі бір дельта плюс ретінде белгіленеді. Бұл жерде математикадағыдай дельта бұл кішкене түрлендіру. Электронды тығыздық екі түрлі тәсілмен жылжи алады. Егер де тығыздықты жылжу кәдімгі сигма байланысымен жасалып тұрса, онда жылжытуды индуктивті әсер деп атайды. Латындық үлкен әрпімен, ай әрпімен белгіленеді. Индуктивті әсер байланыстар арқылы беріледі. Ол тез өшіп қалады. Яғни екі немесе тіпті үш және одан да көбірек байланыстардан кейін біз индуктивті әсерді сезбейміз. Сонымен ол 10 секілді. Яғни егер біздің орын басушы электрондық тығыздығын берсе, мысалы CH3 тобы, ол теріс те бола алады. Бұл атомдар мысалы галоген, оттек атомдары. Олар көміртек атомдарына қарағанда электронегативті және электронды тығыздықты өзіне тартады. Сонымен қатар электронды тығыздық пи байланыстары арқылы беріле алады, яғни кеңістік арқылы. Пи байланыс дегеніміз не екенін сіздер физикалық химиядан білесіздер. Сонымен электрондық тығыздықты пи байланыс арқылы жылжытуды мезомер әсері деп атайды. Тағы да бұл мезомер әсері бұл электронды тығыздықтың пи байланысы арқылы жылжыту. Ол онда терісте болуы мүмкін. Яғни бөлшек бізге электронды тығыздықты беру немесе оны қабылдауы мүмкін. Яғни сәйкесінше донор немесе акцептор болу. Ал келесі дәрістерде біз сіздермен органикалық молекуланың құрылымын, яғни атомдардың қалай органикалық молекулаларға жиналатынын қараймыз.